Бірақтын Айнұр. Күйеуім осы сөзді айтқанда, мен алғашында дұрыс естімедім деп ойладым. Ас үйдегі сағат түнгі 12-ден 10 минут кеткенін көрсетіп тұрды. Балалар әлде қашан ұйықтап қалған. Үстелде 2 кесе шай. Менікінің буы баяғыда басылған. Ал қарсы алдымда 17 жыл бірге тұрған күйеуім отыр. Ерлан. 2 баламның әкесі. Ол маған қарамай, саусақтарымен үстелдің шетін сипалап отырды. «Не дедің?» деп сұрадым. «Айнұр, жаңағы сөзіңді қайтала». Ол ауыр дем алды. «Бірақтын» дедім. «Не біртін?» Ерлан біраз үнсіз қалды. «Данияр мен». Қолындағы қасық тәрелкеге сарт ете қалды. «Данияр». Осы есімді 17 жыл бойы дауыстап айтпаған шығармын. Бірақ жүрегім бірден таныды. «Данияр мен?» дедім. «Иә». Мен күйеуіме қарап отырып күлдім. Жүйкемнен шығар. «Сен қазір маған не айтып отырғаныңды түсінесің бе?» «Түсінемін». «Жоқ, түсінбейтін сияқтысың». Ол басын көтерді. «Айнұр, жағдай өте қиын». «Қандай жағдай?» «Мен саған айтпаған нәрселер бар». Осы сөзден кейін күлкім сап тыйылды. Соңғы бірнеше айда Ерланның өзгергенін байқағанмын. Үйге кеш келеді. Телефонын жасырады. Кейде түн ортасында балконға шығып ұзақ сөйлеседі. Бір күні балалардың оқуына жинаған депозитімізден 3 миллион теңге жоғалып кеткенін көрдім. Сұрағанда, бизнеске салдым. 2 айда қайтып келеді деген. 2 ай өтті. Ақша қайтпады. Сол кезде де күдіктенбеппін. 17 жыл бірге тұрған адамға сенеді екенсің. «Не болды?» дедім. Ерлан 2 алақанын біріктірді. «Қарызым бар». «Қанша?» Ол үндемеді. «Қанша, Ерлан?» Соманы айтқанда алғашында түсінбей қалдым. «Қайта айтшы». Ол қайталады. Мен орнымнан тұрып кеттім. «Сен есімнен адастың ба?» «Ақырын». «Мұнша ақшаны қайда жібердім?» Балалар оянады. «Оянсын. Әкелерінің не істегенін білсін». Ерлан орнынан тұрып, ас үйдің есігін жауып қойды. Картадан ұтылдым. Мен оны бірнеше секунд үнсіз қарап тұрдым. «Не?» «Карта». «Құмар ойын ба?» «Басында жай жібіттермен ойнадық». «Мұнша ақшаға дейін қалай жеттің?» «Алғашында ұттым». Бұл сөзді айтқанда оның көзіндегі ұятты көрдім. Бірінші жолы 400 мың ұттым. Екінші жолы тағы. Сосын бір күні бәрін ұтылдым. Сосын тоқтауға болмай ма еді? Қайтарып аламын деп ойладым. «Тағы ойнадың?» «Иә». «Тағы ұтылдым?» Ол жауап бермеді. «Сосын қарыз алдың?» «Иә». «Кімнен?» «Әртүрлі адамнан». «Даниярдан да ма?» Ерлан басын изеді. Даниярдың аты тағы шыққан сайын ішімде біртүрлі сезім пайда болды. «Үйше», дедім кенет. Ерланның жүзі өзгерді. Соны байқап қалдым. «Үйге не болды?» «Айнұр». «Үйге не істедің?» «Кепілде». Аяғымнан әл кеткенде орындыққа қайта отырдым. «Біздің үйіміз бе?» «Уақытша». «Балаларымыз тұрып жатқан үйді кепілге қойдың ба?» «Ақша қайтады деп». «Менің келісімімсіз қалай қойдым?» Ерлан жауап бермеді. Сол үнсіздік тағы бір құпия бар екенін білдірді. «Қалай қойдың?» «Кейін түсіндіремін». «Жоқ, қазір». «Қазір ең маңыздысы бұл емес». Мен ащы күлдім. «Біздің үйімізден маңызды тағы не бар?» Ерлан маған қарады. «Егер 3 күннің ішінде ақша таппасам, үйден айырылуымыз мүмкін». Ас үйдің іші тып-тыныш. Сосын ол, «Бірақ шешімі бар», деді. Мен оның не айтатынын сезіп отырдым. «Данияр ма?» «Иә». «Ол қарызды кешіре ме?» «Негізгі бөлігін жабады». «Неге?» Ерлан көзін тайдырды. «Өйткені ол сені әлі ұмытпаған». Менің денем мұздап кетті. «Не дедің?» «Мен оның саған қалай қарайтынын көріп жүрмін». «Оның қалай қарайтынының саған не қатысы бар?»
Айнұр, өтінемін, эмоцияға берілмей тыңда. Айт, егер сен онымен бір түн өткізсең, мен бірден орнымнан тұрдым. Болды. Тыңдап бітірші. Сен мені басқа еркектің төсегіне жіберіп, қарызынды жаппақсың ба? Мен оны былай айтқан жоқпын. Басқаша қалай айтылады? Бір-ақ түн. Бір түн деген аз ба? Таңертең үйге қайтып бересің. Ешкім білмейді. Осы сөзден кейін менің ішімде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Сен мені кім деп отырсың? Айнұр, мен сенің әйеліңмін. Білемін. Жоқ. Білген адам әйеліне мұндай ұсыныс жасамайды. Біз үйден айырылғалы тұрмыз. Оны сен жоғалттың. Балаларымыздың болашағы ше? Оны да сен ойлау керек едің. Ерлан үнсіз қалды. Мен оның көзіне қарадым. Даниярмен сөйлестің бе? Иә. Не дедің? Қарыз туралы. Ал мен туралы? Ол бірден жауап бермеді. Не дедің? Егер ол қарызды жапса, иә? Сені бір түнге... Ол сөйлемін аяқтай алмады. Мен оның бетінен шапалақпен тартып жібердім. Қолым өзімен бұрым қимылдап кетті. Ерлан басын бұрып бетіне қолын басты. Бірақ мен айқайламадым. Керісінше, даусым өте тыныш шықты. 17 жыл бірге тұрдық. Ол үндемеді. Әселді босанғанда 16 сағат тоғатқанымды есінде ме? Айнұр. Әлихан ауруханада жатқанда 3 түн көз ілмей қасында отырдым. Сен жұмыстан айырылған жылы мен бір ретте ақша қайда демедім. Әкең ауырғанда өз әкемдей қарадым. Көзіме жас келді. Ал сен мені картадағы қарызына айырбастамақсың. Мен қателестім. Қателік деген басқа. Мен бәрін түзетемін. Менің денеммен бе? Ол басын төмен түсірді. Сол кезде күйеуіме деген ашудан бұрын жиреніш пайда болды. Шық. Айнұр. Көзіме көрінбе. Ол бірер секунд тұрды. Сосын асиден шығып кетті. Мен жалғыз қалдым. Еденге түсіп кеткен қасықты көтеріп, қайта орнына қойдым. Қолым дірілдеп тұр. Бірақ сол түні мені енгер көп мазалаған нәрсе Ерлан да үйде емес еді. Бір ғана сұрақ. Данияр шынымен менімен бір түн өткізу үшін осынша ақша төлеуге дайын болды ма? Егер солай болса, мен 17 жыл бойы жүрегімнің бір бұрышында сақтап келген адамды мүлде танымаған екенмін. Данияр менің алғашқы махаббатым еді. Мен 20-да, ол 22-де. Біз бір ауылда өстік, бірақ мектепте аса араласпағанбыз. Бәрі бір жазғы кеште басталды. Дүкеннен келе жатып жаңбырға қалып, аялдамаға жүгіріп кірдім. Ішінде Данияр отыр екен. Ол орнынан тұрып маған ұзақ қарап қалды. Айнұр? Иә? Танымай қалдым. Сонша өзгердім бе? Иә. Жаман жаққа ма? Данияр күліп, керісінше, деді. Мен де күлдім. Сол кеште жаңбыр 1 сағатқа жуық тоқтамады. Біз де 1 сағат сөйлестік. Ертеңіне Данияр үйдің жанында күтіп тұрды. Не істеп жүрсің? Кеше әңгімені аяқтамадық. Қай әңгімені? Бәрін. Содан кейін күнде кездесетін болдық. Өзен жағасында отырамыз. Кейде көлігінің ішінде түн ортасына дейін сөйлесеміз. Данияр еркін еді, арманы көп. Бір күні өз кәсібімді ашамын. Қандай? Әлі білмеймін. Кәсіптің не екенін білмей тұрып, кәсіптер болып қойдым ба? Жоспар ең бастысы. Сен бастық болсаң, адамдар 1 аптада жұмыстан кетеді. Неге? Мінезің қиын. Сен кетпесен болды. Осындай сөздер айтатын. Мен ұялатынмын. Ол соған әдейі күлетін. Алғаш қолынан ұстаған да Данияр. Алғаш жақсы көретінін айтқанда сол. Біздің арамызда жастарға тән құштарлықта болды. Бірақ ол мені ешқашан асықтырмайтын. Бір кеште көлікте ұзақ сүйісіп отырдық. Данияр бір кезде маңдайыма тіреп, үйге апарайын деді. Неге?
Өйткені тағы 10 минут отырсақ, өзімді тоқтату қиын болады. Мен ұялып күліп, соншама? Мені мазақтама. Неге? Ол маған қарап, сен өзіңнің еркекке қалай әсер ететініңді білмейсің, деді. Сол сөзді естігенде бетім қызарып кеткен. Бірақ ішімнен қуандым. 20-дағы қыз үшін сүйген адамыңның сені қалауының өзі ерекше сезім екен. Сол жаздың аяғында Данияр маған күміс жүзік берді. Өзен жағасында. Маған тұрмысқа шығасың ба? Тізерлеп отырмайсың ба? Ол бірден тізерлеп отырды. Мен күлгеннен жылап жібердім. Иә, біздің болашағымыз шешілгенде еді. Бірақ үйдегілер қарсы болды. Әкем, тұрақты жұмысы жоқ деді. Жұмысы бар. Бүгін бар, ертең жоқ. Мен оны жақсы көремін. Махаббатпен бала асырамайсың. Данияр мұны естігенде, маған 2 ай уақыт бер деді. Не істейсің? Қалаға барам, ақша табамын. Қайтып келіп әкеңмен сөйлесемін. Ол бәрібір қарсы болады. Онда сені алып қашам. Мен күлдім. Батылым жетпейді. Тексерме. Соңғы кешімізде ол мені ұзақ құшақтап отырды. 2 айдан кейін келесің бе дедім. Келемін. Уәде ме? Уәде. Жоғалып кетпе. Сенен қайда кетемін? Ол кетті. Ал 2 айдан кейін қайтып келмеді. 3 ай. 4 ай. Телефоны алғашында жұмыс істеді. Кейін қоңыраулар сиреді. Бір күні мүлде өшіп қалды. Мен 6 ай күттім. Күнде. Әр көлік ауылға кірген сайын терезеге қарайтынмын. Ол жоқ. Сол кезде өміріме Ерлан кірді. Әкемнің танысының ұлы. Менен 5 жас үлкен. Жұмысы тұрақты, пәтері, көлігі бар, салмақты. Бірінші кездесуде-ақ, уақыт өткізу үшін жүрмеймін, үйленетін адам іздеп жүрмін деді. Мені күлкім келген. Бірақ сол кезде мен романтикадан шаршаған едім. Маған тұрақтылық керек болды. Даниярдан қалған бос орынды Ерлан махаббатпен емес, сенімділікпен толтырғандай болды. 1 айдан кейін тұрмысқа шығуға келістім. Тойдан 3 күн өткен соң бейтаныс нөмірден қоңырау келді. Айнұр? Дауысын естігенде қолым дірілдеп кетті. Данияр? Мен келдім. Мен 6 ай бойы күткен сөз. Ұшақ күн кешігіп келді. Қайда болдым? Кездесейік. Бәрін айтамын. Мен саусағымдағы неке жүзігіне қарадым. Кеш қалдың. Не? Мен тұрмысқа шықтым. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік. Сосын, сонда күтпедің бе деді. Осы сұрағы мені өртеп жіберді. Мен 6 ай күттім. Айнұр, 6 ай, 1 рет хабарласа алмадым ба? Менің жағдайым болды. Маған бәрібір. Кездесейік. Жоқ. 5 минутқа. Жоқ. Айнұр, менің күйеуім бар. Осы сөзді әдейі айттым. Жанына батсын дедім. Данияр біраз үнсіз қалды. Бақытты бол деді. Телефон өшті. Сол күннен кейін оны 17 жыл көрмедім. Данияр өміріме қайта кіргенде мен 37 дедім. Ерлан, кешке бір танысым келет деді. Мен асүйде тамақ әзірлеп жүрдім. Қоңырау соғылды. Ерлан қонағын кіргізді. Айнұр, шай қоя салшы. Қонақ бөлмеге кіргенімде қолымдағы тарелкені түсіре жаздадым. Данияр. Ол да мені көргенде сөзін ұмытып қалғандай болды. 17 жыл оны өзгерткен. Самайына аздап ақ кірген. Жүзінде бұрын болмаған салмақ бар. Киімі де, жүріс-тұрысы да жағдайының жақсы екенін көрсетеді. Бірақ көздері өзгермеген. Ерлан екеумізге кезек қарап, танысыңдар ма деді. Данияр бірінші жауап берді. Бір ауылданбыз. Мен, иә дедім. Болды. Сол кеште өткен туралы бір сөз айтпадық. Бірақ кейде үнсіздік сөзден де көп нәрсе айтады. Данияр маған қарамауға тырысып отырды. Ал мен оның қарамай отырғанын сезіп отырдым. Ол кейін біздің үйге жиі келетін болды. Ерлан екеуі жұмыс туралы сөйлеседі. Кейін басқа жігіттер де қосылып карта ойнайтын болды. Мен олардың үлкен ақшаға ойнайтынын түсінбеппін. Бір кеште Данияр асүйге су алуға кірді. Екеуміз алғаш рет оңаша қалдық. Қалайсың деді. Жақсы. Бақыттысың ба? Мен оған жалт қарадым. 17 жылдан кейін сұрайтыным осы ма? Иә.
Бақыттымын. Ол аздаз жымиып, жақсы деді. Өзіңше? Не? Үйлендің бе? Үйлендім. Ішімнен біртүрлі болып кетті. Әйелің қайда? 5 жыл бұрын ажырастық. Балаң? Қызым бар. Осы кезде Ерлан ас үйге кірді. Не, ауылдың ескі әңгімесін айтып жатырсыңдар ма? Ол күліп, менің белімнен құшақтады. Даниярдың көзі бір сәтке белімделі Ерланның қолына түсті. Сол бір секундты байқап қалдым. Кейін Ерлан, сендер бұрын кездескенсіңдер ме, деп сұрады. Өтірік айтпадым. Иә. Қанша уақыт? 1 жас. Жақсы көрдің бе? Мен кідіріп қалдым. Ол баяғыда болған. Демек жақсы көрдім. Иә. Ерлан сол кезде күліп қойды. Сондықтан ол саған басқаша қарайды екен. Мен мән бермедім. Қазір ойласам, ол сол күннен бастап Даниярдың маған деген сезімін байқап, бір күні пайдаланып қалуға болатын нәрсе деп қабылдаған шығар. Күйеуімнің бір түн деген ұсынысынан кейін ертеңіне балаларды мектепке апарып, көлікте ұзақ отырдым. Сосын Даниярға қоңырау шалдым. Я? Данияр? 1 секунд үнсіздік. Айнұр? Кездесуіміз керек. Қазір ме? Қазір. Жарты сағаттан кейін қаладағы тыныш мейрамханалардың бірінде отырдық. Мен пальтомды да шешпедім. Мен келістім дедім. Данияр түсінбей қарады. Неге? Қарызды жабасың. Қандай? Ерландың. Сосын, мен бір түн саған барамын. Оның жүзі әп-сәтте өзгерді. Не? Мазақ қылма. Айнұр, саған мұны кім айтты? Ерлан. Не айтты? Сенің шартыңды. Данияр орындыққа шалқайып отырды. Бірнеше секунд үнсіз. Сосын өте жай. Мына оңбаған, деді. Не? Мен ондай шарт қойған жоқпын. Өтірік айтпа. Неге өтірік айтамын? Онда күйеуім мұны неге ойлап тапты? Данияр телефонын алып, экраннан бір нәрсе ашты. Оқы. Ерланмен жазысқан хабарламалары. Алғашында ақша туралы. Жұмаға дейін қайтарамын. Тағы 3 күн бер. Бір ұсынысым бар. Сосын, сен Айнұрды әлі ұмытпағаныңды білемін. Данияр. Оның бұған не қатысы бар? Ерлан. Қарызды жапсаң, оны бір түнге саған өзім алып келемін. Қолын дірілдеп кетті. Келесі хабарлама. Сен әйелің туралы не айтып тұрғаныңды түсініп тұрсың ба? Ерлан. Екеуміз де еркекпіз. Не айтып тұрғаныңды түсінесің? Данияр. Мұндай ұсынысты маған енді қайталама. Ерлан. Ол да қарсы болмайды. Сен әлі ұмытпаған. Телефонды үстелге қойдым. Бірнеше секунд сөйлей алмадым. Ол өзі ұсынған, деді Данияр. Мен қабырғаға қарап отырдым. 17 жылдық некемнің соңғы жібі де үзілгендей. Неге оған ақша бердің? Алғашында бизнеске керек деді. Кейін карта ойнайтынын білдің ғой. Білдім. Неге тағы көмектестің? Ол бірден жауап бермеді. Мен үшін бе? Данияр көзін төмен түсірді. Алғашында сенің күйеуің екенін білген соң, бәлкім көмектескім келген шығар. Неге? Өзің білесің. Жоқ, сен айт. Ол маған қарады. Өйткені мен сені ешқашан толық ұмытқан жоқпын. Осы сөзден жүрегім тағы бір рет қатты соқты. Бірақ бірден ашуландым. 17 жыл өтті. Білемін. Үйлендің. Иә. Мен де тұрмысқа шықтым. Білемін. Сонда бұл не? Мен сенен ештеңе сұрап отырған жоқпын, Айнұр. Мен үнсіз қалдым. Данияр тағы бірер секунд отырды. Сосын, сен бір нәрсені әлі білмейсің, деді. Нені? Мен 17 жыл бұрын жоғалып кеткен жоқпын. Не? Сенің әкең мені үйіне кіргізбеді. Мен күліп жібердім. Жоқ. Солай болды. Әкем олай істемейді. Данияр әмиянын шығарды. Ішінен ескі, бірнеше рет бүктелген қағаз алды. Мұны 17 жыл бойы сақтап келдің бе? Тастай алмадым.
қағазды аштым. Әкеннің қолтаңбасы. Таныдым. Айнұрдың өмірін бұзба. Ол сені күтпейді. Оның болашағы шешілді. Енді бұл үйге келме. Мен қағазға қатып қалдым. Бұл қашазан. Сенің тойыңнан шамамен 3 ай бұрын. Бірақ мен сені ол кезде әлі күтіп жүрдім. Мен оны білмедім. Неде өзіммен кездеспедім? Келесі күні тағы бардым. Әкең тағы жіберді. Телефон ше? Нөмірін ауысқан. Менің есіме түсті. Әкем бір күні жаңа нөмір әкеліп берген. Ескі нөмірді таста, жаңа өмір баста деген. Сонда бәрі бір-бірмен байланыса бастады. Қалада не болды, дедім. Данияр күрсінді. Жұмысқа кірдім. Бір айдан кейін досымды төбелестен арашалаймын деп өзім жарақат алдым. Телефоным жоғалды. 2 апта ауруханада жаттым. Жұмыстан да айырылдым. Сонда біреуден телефон сұрап маған хабарласуға болмай ма еді? Болатын еді. Ол көзін төмен түсірді. Мен де кінәлімін. Сенің әкене ақша табам деп кеткен соң, сынған қолмен қарыз болып қайтуға намыстандым. Намысың біздің өмірімізден қымбат болды ма? Данияр үнсіз қалды. Қазір жауап беру оңай. Сол кезде ақымақ болдым. Көзіме жас келді. Мен 6 ай күттім. Білемін. Күнде. Білемін. Ал сен 3 айда ауылға келгенсің. Я, әкем айтпаған. Я, мен орнымнан тұрдым. Маған ауа керек. Сыртқа шықтым. Жаңбыр жауып тұр екен. Қызық. Данияр екеуміздің тарихымыз жаңбырдан басталған. 17 жылдан кейін тағы жаңбыр. Ол соңынан шықты. Үйге жеткізейін. Қажет емес. Айнұр, жалғыз қалғым келеді. Мына жаңбырда қайда барасың? Мен жауап бермедім. Ол қолынан ұстағандай болды да бірден жіберді. Кешір. Сол бір қозғалыс маған әсер етті. Ол мені ұстап қалуға тырыспады. Тек жанымда тұрды. Ақыры көлігіне отырдым. Бірнеше минут үнсіз жүрдік. Данияр, Ерланды жақсы көрдің бе? Деді. Мен оған қарадым. Неге сұрайсың? Білгім келеді. Я, ол басын изеді. Жақсы. Несі жақсы? 17 жылың бос өтпеген. Мен оған қарап қалдым. Бұрынғы Данияр болса қызғанып басқа сөз айтар еді. Бұл адам өзгерген. Мені есіне алатын ба едің, деді. Кейде. Қашан? Жаңбыр жауғанда. Ол күлді. Аялдаманы ма? Я. Тағы? Бір ән бар еді ғой. Данияр бірден түсінді. Телефоннан баяғы әнді тауып қосты. Әуен шыға бастағанда көзіме жас келді. Өшірші. Ол бірден өшірді. Кешір. Сен емес. Онда не? Өзіме ашулымын. Неге? Егер әкем маған айтқанда... Сөйлемімді аяқтай алмадым. Данияр көлікті жол шетіне тоқтатты. Егер мен тойының алдына барып, мен кет десем, кетер ме едің? Мен ұзақ үнсіз қалдым. Білмеймін. Шынымды айт. Оның көзіне қарадым. Я, мүмкін кетер едім. Ол демін ішіне тартып, басын орындыққа сүйеді. Мұны сұрамауым керек еді. Өзім сұрадым. 17 жылды қайтаруға болмайды. Болмайды. Бір сәт үнсіздік. Сосын Данияр маған жақындады. Жоқ, алдымен қолын көтеріп, бетіме түскен шашымды құлағымның артына қайырды. Осы кішкентай қимылдан денем дір етті. 17 жыл бұрынғы сезім дененің бір жерінде сақталып қалатын сияқты. Айнұр. Не? Егер тоқта десең тоқтаймын. Оның не туралы айтып тұрғанын түсіндім. Арамызда бірнеше сантиметр ғана қалды. Жүрегім қатты соғып тұр. Ол асықпады, күтті. Мен де шегінбедім. Сосын оның ерні менің ерніме жеңіл ғана тиді. 1 секунд. 2. Ол алыстамақ болғанда мен өзім қайта жақындап тағы сүйдім. Сол әрекетімнен өзім шошып кеттім. Данияр да маған таңырқап қарады. Айнұр, мен бірден кейін шегіндім. Жоқ. Жарайды. Ол қолын түсірді. Кешір.
Сенен емес. Онда мен терезеге қарап, өзіммен қорқып отырмын. Неге? Өйткені кеше ғана күйеуімнің мені саған сатуға дайын екенін білдім. Үнсіз қалдым. Ал қазір не? Мен оған қарадым. Ал қазір сенің мені тағы сүйгеніңді қалап отырмын. Даниярдың көзқарасы өзгерді. Бірақ ол маған жақындаған жоқ. Қозғалтқышты оталдырды. Үйіне апарамын. Неге? Өйткені бүгін ештеңе болмайды. Сен қаламайсың ба? Сұрақ аузынан өзім күтпегендей шықты. Данияр жымиған жоқ. Мен сені 17 жыл ұмытпаған адаммын. Қаламаймын десем өтірік болады. Онда ертең оянып, күйеуім мені сатты, соған кек алу үшін Даниярмен жаттым деп ойлағанымды қаламаймын. Мен үнсіз қалдым. Егер бір күні маған келсен, Айнұр, оны мен үшін де, Ерланға кек үшін де жасама. Өзім үшін кел. Осы сөз сүйіскенімізден де қатты әсер етті. Өйткені бір кеште екі еркектің айырмашылығын көрдім. Біреуі менің денем туралы шешімді өзі төрт өзі қабылдаған. Екіншісі шешімді маған қайтарып берді. Үйге кіргенде Ерлан қонақ бөлмеде отыр екен. Қайда болдым? Даниярмен. Ол бірден орнынан тұрды. Не үшін? Сенің ұсынысыңды талқыладық. Не деді? Мен оған қарап. Сен ұсынған екенсің ғой. Ерланның өңі өзгерді. Не? Хабарламаларыңды көрдім. Ол бірден үнсіз қалды. Айнұрды бір түнде өзім алып келемін. Мен мас едім. Бір хабарлама емес. Жағдайым қиын болды. Сондықтан әйеліңді ұсындың ба? Ерлан маған қарай бір қадам жасады. Ол саған не істеді? Не? Данияр, қазір осы маңызды ма? Онымен жаттың ба? Мен оған қарап отырып сенбей күлдім. Сен шынымен сұрап тұрсың ба? Жауап бер. Жоқ. Ерлан бірден демін шығарды. Оның жеңілдегенін көрдім. Сосын мен, бірақ сүйістік, дедім. Жүзі әп-сәтте өзгерді. Не? Сүйістік. Сен, не мен? Қалай? Өзім мені оның төсегіне жіберіп отырсың ғой. Ерлан стелді жұдырығымен ұрды. Мен ашумен жаздым. Ал мен қаладым. Ол үнсіз қалды. Не дедің? Оны мен сүйіскім келді. Сүйістім. Ерлан маған бірінші рет бөтен әйелге қарағандай қарады. Сен оны әлі жақсы көресің бе? Білмеймін. 17 жылдан кейін білмейсің бе? Сенің не істегенінен кейін өзім туралы да көп нәрсені білмей қалдым. Ол бөлменің ішінде ары-бері жүрді. Ол біздің отбасымызды бұзып жүр. Мен күліп жібердім. Данияр ма? Я. Үйді ол кепілге қойды ма? Ерлан үндемеді. Картаны ол ойнады ма? Үнсіздік. Мені басқа еркекке ұсын деп ол айтты ма? Ол басын төмен түсірді. Дәл сол кезде телефоныма хабарлама түсті. Данияр. Үй мәселесін тексер. Ерлан саған бәрін айтқан жоқ. Ерлан экранға қарап қалды. Оның жүзі тағы өзгерді. Үй туралы тағы не бар? Ештеңе. Маған қара. Айнұр, үй тек кепілде ме? Я. Сенімдісің бе? Я. Даниярға қоңырау шалдым. Ерлан. Қазір оған қоңырау шалма. Сол сөздің өзі күдігімді күшейтті. Үй туралы не айттың? Дедім Даниярға. Ол біраз үнсіз қалды. Үйдің бір бөлігіне сату жөнінде алдын ала келісім бар. Мен Ерланға қарадым. Не? Бір адамнан қосымша ақша алған. Бұл мүмкін емес. Менің қолым керек. Телефонның ар жағында Данияр үнсіз. Мен Ерланға қарадым. Ол көзін тайдырды. Денем мұздап кетті. Сен менің қолымды қолдан жасадың ба? Айнұр, жауап бер. Ол үндемеді. Сол кезде баспалдақтан қызымыз Әсел түсті.
Мама! Екеуміз де тоқтап қалдық. Не болды? Ештеңе, қызым. Неге ұрсып жатырсыңдар? Ерлан: бөлмене бар. Әсел әкесіне қарап: папа, сен тағы ақша жоғалттың ба? Деді. Мен қызыма жалт қарадым. Қайдан білесің? Ол үндемей қалды. Әсел, қайдан білесің? Бір күні папаның телефонмен сөйлескенін естідім. Неге маған айтпадың? Қызымның көзіне жас толды. Папа айтпа, деді. Сол сәтте соңғы шешім қабылданды. Ерлан тек менен емес, балалардан да өтірігін жасыруды сұраған. Мен жоғары көтеріліп чемодан шығардым. Ерлан соңымнан келді. Не істеп жатырсың? Кетемін. Қайда? Анамдікіне. Балалар ше? Менімен. Айнұр, эмоциямен шешім қабылдама. Мен оған қарап қалдым. Сен бірнеше ай карта ойнадым, үйді кепілге қойдым, қолымды қолдан жасадым, мені басқа еркекке ұсындым. Ал эмоциямен шешім қабылдап жатқан мен бе? Бәрін түзете аламыз. Сен түзет, мен кедергі болмаймын. Отбасымыз ше? Чемоданым сыдырмасын жаптым. Оны мен бүгін бұзып жатқан жоқпын, Ерлан. Оның көзіне қарадым. Сен менің бағамды, картадағы қарызыммен өлшеген күні бұзып қойдым. Ажырасу оңай болған жоқ. Ерлан бірінші айда күнде келді. Гүл, сыйлық, кешірім. Емделемін. Бар. Құмар ойыннан бас тартамын. Бас тарт. Қарызды жабамын. Жап. Үйді қайтарамын. Қайтар. Сонда қайтып келесің бе? Осы сұраққа жауап бермейтінмін. Бір күні ол: Даниярмен кездесіп жүрсің бе? Деді. Жоқ. Бұл рас еді. Данияр маған бірақ хабарлама жазды. Көмек керек болса айт. Қалғанын араласпаймын. Мен жауап бермедім. Ол да қайта жазбады. Өйткені өзімнің не қалайтынымды анықтауым керек еді. Даниярды сағындым ба? Әрине. Онымен сүйіскен сәтті есіме алдым ба? Көп рет. Тіпті кей түндері төсекте жалғыз жатқанда оның көліктегі иісін, қолының бетіме тигенін есіме алып кететінмін. Сонда өзімен ұялатынмын. Сосын қайта ойланатынмын. Неге ұялуым керек? Мен ажырасуға арыз берген әйелмін. Бірақ бірден бір еркектен екіншісіне қашқым келмеді. Өзіммен қалғым келді. Алғаш рет. 6 айдан кейін ажырасу аяқталды. Балалар менімен қалды. Ерлан олармен араласатын болды. Үй мәселесі заңгерлер арқылы шешілді. Біраз мүліктен айырылдық. Бірақ баспанасыз қалмадық. Мен жаңа пәтер жалдап, балалармен жаңа өмір бастадым. Алғашқы айларда кешкі тыныштық қиын болды. 17 жыл бір адамның жанында жатып үйренген соң, бос төсек адамның көз алдына бүкіл өткен өмірін әкеледі екен. Біртіндеп тыныштық ұнай бастады. Телефонды кім жасырып жүр деп тексермейсің. Біреу қайда кетті деп күтпейсің. Ақша жоғалды ма деп қорықпайсың. Бір сенбі күні жұмыстан шықсам, көлігімнің әйнегінде кішкентай конверт тұр. Ішінде күміс жүзік. 17 жыл бұрынғы. Данияр берген. Қасында бір қағаз. Бір кезде сені алып кетуге кешігіп қалдым. Бұл жолы асықтырмаймын. Жүзікте, шешімде өзінде. Мен сол күні қоңырау шалмадым. Бір апта өтті. Бір ай. 3 ай. Жүзік тартпаңда жатты. Кейде шығарып қараймын. Қайта қоямын. Дәл 1 жыл өткенде жұма күні балалар Ерланға кетті. Үйде жалғыз қалдым. Сыртта жаңбыр, тағы жаңбыр. Шарап құйып алдым. Телефонды аштым. Даниярдың нөміріне ұзақ қарадым. Сосын қоңырау бастым. Иә? Сәлем. 1 секунд тыныштық. Айнұр? Иә? Жағдайың жақсы ма? Мен күлдім. Неге бірінші соны сұрадың? 1 жылдан кейін түнде хабарласқасын қорқып кеттім. Бәр жақсы. Онда кофе ішеміз бе? Қазір ме? Қазір. Ол да күлді. Қанша уақытта келесің? 40 минут. 17 жыл күттім. 40 минутқа шыдаймын. Сол кеште Данияр екеуміз 3 сағат отырдық. Бірақ өткен махаббатымыз туралы аз сөйлестік.
Қазіргі өміріміз туралы көп. Оның қызы туралы. Менің балаларым туралы. Жұмыс, ажырасу, жалғыздық. Сен өзгеріпсің, деді ол. Қартайдың ба? Жоқ. Онда? Бұрын біреуді ренжітіп алам ба деп көбірек ойлайтынсың. Қазір ше? Қазір өзіңді де ренжітпеуге тырысасың. Мен жымиып. 1 жыл жалғыз тұру үйретеді екен. Данияр маған қарап. Сол күні көлікте болған нәрсеге өкіндің бе, деді. Қай нәрсеге? Мені қинама. Сүйіскенімізге ме? Иә. Мен кофе кесесін үстелге қойдым. Жоқ. Оның жүзі аздап өзгерді. Өзімше қайта-қайта есіме түсті. Неге? Өйткені сен бірінші болып екінші рет сүйдің. Мен ұялып күлдім. Әлі есіңде ме? Ондай нәрсе ұмытылмайды. Осы жерден кейін екеуміздің арамыздағы ауа өзгерді. Әңгімеміз қарапайым, бірақ көзқарасымыз басқа. Түн ортасынан асып кетті. Данияр мені үйге жеткізді. Көлік тоқтады. Қайырлы түн, деді. Есіктің тұтқасын ұстадым, бірақ түспедім. Данияр. Иә? Кіресің бе? Ол бірден маған қарады. Кофеге ме? 3 сағат кофе іштік. Онда? Мен күлдім. Жай кір. Ол үндемеді. Айнұр. Не? Мен қате түсініп тұрсам айт. Оның қолынан ұстадым. Бұл жолы мені ешкім саған беріп жатқан жоқ. Данияр маған үнсіз қарап отыр. Бұл жолы өзім шақырып тұрмын. Сенімдісің бе? 1 жыл бойы осы сұрақты өзіме қойдым. Жауабы қандай? Көліктің есігін аштым. Ішке кір. Үйге кіргенде екеуміз бір түрлі ыңғайсыз болып қалдық. Данияр дәлізде тұр. Мен пальтомды шешіп іліп жатырмын. Не болды, дедім. Ештеңе. Қорқып тұрсың ба? Ол күлді. Аздап. Сен бе? Сен мені не деп ойладың? Мен оның жанына келдім. Данияр. Иә. Соңғы рет айтамын. Бүгінгі шешімімнің Ерланға қатысы жоқ. Түсіндім. 17 жыл бұрынғы өкінішке де емес. Жақсы. Мен қазір осылай қалағаным үшін шақырдым. Ол біраз үнсіз қалды. Егер кез келген сәтте ойым өзгерсе, сұрай бермеш? Жарайды. Мені сүй. Ол бірден сүйген жоқ. Бетіме қарап тұрды. Сосын 2 қолымен бетімді ұстап, ақырын жақындады. Алғашқы сүйісу сабырлы болды. Бірақ ұзаққа созылмады. 1 жылдан бері іште қалған сағыныш екеумізді де асықтырып жібергендей. Мен оны мойнынан құшақтадым. Ол белімнен тартты. Сол кезде екеуміз соқтығысып, қабырғадағы кішкентай суретті қисайтып жібердік. Мен күліп жібердім. Не болды? Деді ол. Баяғы Данияр әлде қайда ептеді. Баяғы Айнұр бұлай асықпайтын. Мен асығып тұрмын ба? Қатты. Онда үндеме. Ол күлді. Сол күлкі екеуміздің де қысылуымызды алып тастады. Сол түні біз 17 жыл бұрын аяқталмай қалған әңгімені сөзбен емес, бір-бірімізді қайта жақыннан танып жалғастырдық. Ол жастықтағы махаббаттың жалғасы ғана емес еді. Екеуміз де өзгергенбіз. Бір-біріміздің тынысымызды, үнсіздігімізді, қай жерде күлетінімізді қайта үйренгендей болдық. Қанша уақыт өткенін байқамадық. Бір кезде бөлме қатты ысып кетті. Терезені ашшы, дедім. Тоңып қаласың. Қазір ме? Ол маған қарап күлді. Терезені ашқанда сырттан салқын ауа кірді. Екеумізді терлеп, демімізді баса алмай біраз жаттық. Мен жастыққа басымды қойып. Данияр. Иә. 17 жыл бойы осыны күттің бе? Ол маған бұрылып. 17 жылға әлі аз сияқты, деді. Мен күліп кеудесінен ұрдым. Ятсыз. Өзім сұрадым. Шаршамадым ба? Сен ше? Мен жауап берудің орнына оны өзіме қайта тарттым. Демек, шаршамағансың, деді ол. Көп сөйлеме. Түннің қалай өткенін білмей қалдық.
Бір кезде су ішу үшін ас үйге шықтық. Сағат таңғы 4-тен асып кетіпті. Мен үстіме оның көйлегін киіп алғанмын. Данияр есік жақтауына сүйеніп маған қарап тұр. Неге қарайсың? Жай? Айт. Осы көріністі бір кезде елестеткен шығармын. Қашан? 22-де. Мен ас үйде сенің көйлегіңмен жүрмін деп пе? Одан да жаман нәрселер елестеткен шығармын. Мен қолындағы суды шашып жібере жаздадым. Данияр! Ол күліп алды. Ересек адамсың ғой. Ересек болсақ та ұялуды ұмытпағанбыз. Ол жаныма келіп белімнен құшақтады. Өкіндің бе? Мен біраз ойланып, жоқ. Шынымен? Шынымен. Мен де. Сенің өкінбейтінің түсінікті. Неге? 17 жыл күттің ғой. Ол күлді. Осы сөзімді өзіме қарсы қолдана бастадым. Ыңғайлы екен. Данияр мені өзіне жақындатып, рахмет деді. Не үшін? Мені таңдағаны үшін емес. Онда? Таңдауды өзің жасағаның үшін. Көзіме жас келіп кетті. Осындай кезде дұрыс сөзді қайдан табасың? Қазір үндемейін бе? Иә. Сосын екеуміз қайта бөлмеге кірдік. Таңға жақын ғана шаршап ұйықтап кетіппіз. Көзімді ашқанда күн сәулесі перденің арасынан түсіп тұр. Басым Даниярдың иығында. Ол әлі ұйықтап жатыр. Кеше болғанның бәрін есіме түсірдім. Ішімді тыңдадым. Өкініш жоқ, ят жоқ. Тек бір түрлі тыныштық. Мүмкін 17 жыл бұрын бізден ұрланған түн осы шығар, деп ойладым. Данияр көзін ашты. Неге қарап жатырсың? Жай? Өкіндің бе? Жоқ. Ол көзін жұмып. Жақсы деді. Сен ше? Бір өкінішім бар. Қандай? Таң атып кеткені. Мен күліп, жастықпен ұрдым. Ятсыз. Дәл сол кезде телефоным шырылдады. Ерлан. Қоңырауды алмадым. Тағы соқты. Сосын хабарлама. Балаларда келдім. Үйдің алдында тұрмыз. Мен төсектен атып тұрдым. Не болды? Балалар? Қазір ме? Иә. Киімімді асығыс іздей бастадым. Данияр да орнынан тұрды. Мен кетейін. Қайда? Артқы есік бар ма? Бір секунд оған қарап тұрдым. Сосын күліп жібердім. 40-қа келген адамсың, терезеден қашпақсың ба? Балаларының алдында дәл қазір көрінуім дұрыс па? Есіктің қоңырауы соғылды. Мама! Әсел. Мен терең дем алдым. Сосын Даниярға. Киіне бер дедім. Айнұр. Ешқайда кетпе. Сенімдісің бе? Иә. Төменге түстім. Есікті аштым. Әсел мен Әлихан кірді. Артында Ерлан. Ол маған қарап қалды. Сосын көзін баспалдаққа көтерді. Данияр төмен түсіп келе жатты. Ерланның өңі әп-сәтте өзгерді. Сен... Балалар әкесіне, сосын Даниярға қарап қалды. Балалар, бөлмелеріне бара тұрыңдаршы дедім. Мама, бәр жақсы. Олар жоғары көтерілген соң Ерлан. Ол мұнда не істеп жүр? Саған есеп беруің керек пе? Балалардың үйінде бөтен ертек жүр. Бұл менің үйім. Айнұр. Ол Даниярға қарады. Сен ақыры мақсатыма жеттің бе? Данияр үндемеді. Ерлан маған. Онымен жаттым ба? Деді. Менің ішімде бұрынғыдай қорқыныш болған жоқ. Иә. Ерлан қатып қалды. Не? Естідің? Сен шынымен. 1 жыл бұрын сен өзің мені осы адамға бір түнге ұсындың. Ол кезде... Бірақ сол тезде мен барған жоқпын. Ол үндемеді. Кеше мені ешкім ұсынған жоқ. Ерланның көзіне тіке қарадым. Кеше өзім таңдадым. Оның жүзі ауыр өзгерді. Жылап жіберуге шақ қалғанын көрдім.
Маған да оңай емес еді. 17 жыл. Ол бәрібір балаларының әкесі. Өмірімнің жартысына жуық бөлігін бірге өткізген адам. Бірақ кейбір есіктер бір рет жабылған соң қайта ашылмайды. Ерлан Даниярға бұрылды. Ақыры менің отбасымды алдың. Данияр сабырлы жауап берді. Мен сенен ештеңе алған жоқпын. Сен... Ерлан. Ол тоқтады. Айнұр, сенің де менің де меншігім емес. Ерлан үндемей қалды. Данияр сөзін жалғастырмады. Ерлан бірер секунд маған қарады. Сосын жай ғана: балаларды кешке аламын деді. Жарайды. Ол бұрылып шығып кетті. Есікті жаптым. Данияр: дұрыс болды ма? Деді. Не? Осында қалғаным. Мен оған қарадым. Білмеймін. Өкіндім бе? Жоқ. Сосын күліп: бірақ артқы есіктен кетсең де болатын еді, дедім. Ол да күлді. Данияр екеуміз бірден үйленіп кеткен жоқпыз. Мен соны қаламадым. Бір түннің әсерімен жаңа өмір бастауға қорықтым. Ол да асықтырмады. Біз қайтадан кездесе бастадық. Бұл жолы жасөспірімдер сияқты емес. Ересек адамдар болып. Әр қайсымыздың балаларымыз, бұрынғы отбасымыз, жұмысы, жарасы бар. Кейде ұрыстық. Данияр да мінсіз емес. Бірде қызғаныш танытты. Мен бірден: маған қайтадан бір еркек бақылау жасай бастаса, жалғыз тұра берем, дедім. Ол алғашында ренжіді. Кейін: дұрыс, деді. Не дұрыс? Маған шекараңды айтқаның. Мен таңырқап: бұрын бұлай сөйлемейтін едің. 40-қа жақындағанда ми кірген шығар. Біраз кеш кіріпті. Күлдік. Әсел алғашында Даниярға салқын қарады. Бір күні: ол папаның орнына келді ме? Деді. Жоқ. Онда кім? Мен үшін маңызды адам. Папа оны жек көреді. Білемін. Сен папаны жек көресің бе? Жоқ. Онда неге бірге емессіңдер? Мен қызыма қарап: кейде адамды жек көрмей-ақ оған қайта сенбеуге болады, дедім. Ол біраз ойланып: Данияр ағаға сенесің бе? Мен бірден жауап бере алмадым. Үйреніп жүрмін. Бұл ең дұрыс жауап еді. Бір күні Данияр екеуміз ауылға бардық. Баяғы өзен, баяғы жол. Ол көлікті бір жерге тоқтатты. Мына жерді тандың ба? Әрине. Осы жерде саған бірінші жүзікті бергенмін. Тізерлеп отырып. Өзің мәжбүрледің. Дұрыс істеппін. Данияр қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Мен оған бірден қарадым. Тағы ма? Бұл жолы басқаша. Не басқаша? Ол тізерлеп отырды. Мен күліп: белің ауырып қалмай ма? Романтиканы бұзба. Жарайды. Данияр қорапты ашты. Айнұр, бұл жолы жауап беруге асықпа. 18 жыл күттің, тағы біраз күте аласың. Дәл солай. Ол күліп: маған тұрмысқа шығасың ба? Деді. Мен бірден жауап бермедім. Оның жүзін қарадым. Мен баяғы 22-дегі Даниярға тұрмысқа шыққалы тұрған жоқпын. Қазір алдында өмірден өткен, қателескен, үйленген, ажырасқан, қыз тәрбиелеп жүрген ересек ер адам тұр. Ол да 20-дағы Айнұрды емес, қазіргі мені таңдап отыр. Бір шартым бар, дедім. Айт. Енді мен үшін ешқашан шешім қабылдамайсың. Жарайды. Тіпті мен қателесіп бара жатсам да. Қателесіп бара жатқанымды айтамын. Сосын шешімді өзің қабылдайсың. Екінші шарт. Тағы бар ма? Карта ойнамайсың. Данияр күліп жіберді. Өмір бойы ұстамаймын. Балалармен ойнауға болады. Рахмет. Үшінші шарт. Айнұр. Мен күліп жібердім. Болды. Сонда жауабың қандай? Оны біраз күттірдім. Сосын қолымды создым. Бұл жолы кешікпедің. Ол орнынан тұрып мені құшақтады.
Мен оның кеудесіне басымды қойып, бір кездері Ерлан айтқан сөзді есіме алдым. Бірақ түн. Сол түні өмірім аяқталды деп ойлағанмын. Сөйтсем, өмірімнің басқа кезеңі сол жерден басталған екен. Бірақ бұл Даниярды қайта тапқаным үшін емес. Мен өзімді қайта тапқаным үшін. Ерлан картада ақша жоғалтты. Үйін жоғалта жаздады. Мені жоғалтты. Бірақ оның ең үлкен ұтылысы карта үстінде болған жоқ. Ол мені адам емес, өз мәселесін шешетін құрал ретінде көрген күні ұтылды. Ал менің ең үлкен жеңісім Даниярмен өткізген сол бір түнде емес еді. Иә, ол түнді әлі есіме аламын. Ашық терезені, салқын ауаны. Екеуміздің түнімен ұйықтамай, терлеп, шаршап жатып күлгенімізді. Даниярдың 17 жылға әлі аз сияқты дегенін. Сол түні мен өзімді ұзақ уақыттан кейін алғаш рет тек ана, әйел, біреудің қызы емес, әйел адам ретінде сезіндім. Бірақ ең маңыздысы ол емес. Ең маңыздысы, ол шешімді ешкім мен үшін қабылдаған жоқ. Әкем емес, күйеуім емес, Данияр да емес, өзім. Кейін Ерланды кешірдім, бірақ оған қайтып барған жоқпын. Өйткені кешіру мен қайта сену екі бөлек нәрсе. Ол балаларымның әкесі болып қалды. Балалар өскен сайын олардың әкесімен араласуына ешқашан кедергі жасамадым. Бірнеше жылдан кейін Ерлан да өмірін ретке келтірді. Құмар ойыннан толық бас тартты. Қарызын жапты. Басқа адамға үйленді. Бір күні қызымыздың туған күнінде бәріміз бір дастарханда отырдық. Мен, Данияр, Ерлан, балалар. Бір кезде мұндай көріністі елестету мүмкін емес еді. Үйге қайтып келе жатқанда Данияр: «Ерланды көргенде әлі ашуланасың ба?» деді. «Жоқ, мүлдем бе?» Кейде бір сөзі есіме түседі. «Қайсы?» Мен күліп: «Бір түн оның қойнына жатсаң, барлық қарызымыз жабылады» дегені. Данияр басын шайқады. Өмірімде естіген ең ақымақ ұсыныс. Бірақ соның арқасында екеуміз қайта кездестік қой. Ол бірден «Жоқ» деді. Неге? Біз оның арқасында табысқан жоқпыз. Онда? Данияр қолынан ұстап: «Біз сен өзіңді таңдаған кезде табыстық» деді. Мен терезеден сыртқа қарадым. Жаңбыр жауып келе жатты. Тағы да жаңбыр. Бұл жолы жаңбырдан қорықпадым. Өйткені енді мен біреудің қайтып келуін күтпейтін едім. Соңы. Ал сіз Айнұрдың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Ерланның әрекетін кешіруге бола ма? Отбасын қарызға батырып, үйін қауіпке тігу бір бөлек. Бірақ өз қарызын жабу үшін әйелін басқа еркекке бір түнге ұсынған адаммен қайта өмір сүре алар ма едіңіз? Ал Айнұрдың Даниярға бір жылдан кейін өзі баруы дұрыс па? Біреу мұны сатқындық дер. Біреу кеш келген махаббат дер. Ал біреу әйелдің алғаш рет өз өмірін өзі таңдауы дер. Сіз қайсысына қосыласыз?